Жақсы балалар, келесі изотермалық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы. Конст деп жазып қояйық, изотермалық процесс үшін. Бұл Бойл-Морез заңы, біз білеміз. Изотермалық процесс температура тұрақты. Енді термодинамиканың бірінші заңын жазайық. Ол қосылған А деп. Дененің ішкі энергиясы тікелей температураға тәуелді. Онда дельта У'мыз нөлге тең. Сонда термодинамиканың бірінші заңы үшін изотермалық процесте Q тең Аға екен. Енді балалар, бұл өрнекте бір айта кететін нәрсе, изотермалық ұлғаю кезінде газ оған беретін жылу мөлшері, ұлғаю кезінде жылу мөлшері нөлден үлкен болады да, осының есебінен жұмыс оң мәнді атқарады. Ал егерде изотермиялық сығылу десе, онда газ теріс жұмыс атқарады. Яғни жылу алынды деген сөз. Жылу алынып қалды, жұмысы теріс болып қалды. Сонда бұл сығылуда, мынау ұлғаюда. Мынау Q деген сөз, балалар, Q. Енді изотермалық процесс кезінде газдың жылу сыйымдылығы, яғни молдық сыйымдылық қалай анықталады деген сұрақ туады. Ол үшін бағанағы негізгі формулаларды жазып аламыз тағы да міне. Малярлы масса кішкентай m көбейтілген Q бөлінген дельта Т деп айтқанбыз. Тең болады малярлы масса бөлінген m тұрады. E көбейтілген Q тұрады, жарайды. Ал мына жерде дельта Т неге тең? Нөлге тең, өйткені тұрақты деп тұр, констант. Изотермалық процесс деп тұрмыз. Мынандай бір шексіздікке тура келеді дейміз. Яғни дене изотермалық процесс кезінде температураның өзгерісі нөлге тең болған жағдайда бөлшектің астыңғы бөлімі нөлге тең. Яғни шексіздікке кетеді. Бұл изотермалық процесс кезіндегі молдық жылу сыйымдылық. Ал енді қорыта келген кезде жұмыстарға тоқтала кетейік. Сонымен изотермалық, изохоралық, изобаралық процесс кезінде, жұмыс нөл болатын болды. Ал изобаралық процесс кезінде жұмысымыз қысымды дельта В-ға көбейтеміз дедік. Ал изотермалық процесс кезде қандай болады жұмыс? Так, ол бізде молдық жылу сыйымдылық шексіз болатын болса, RT натурал логарифм V2 бөлінген V1 дейміз міне. Құрметті оқушылар, міне, біз термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерде жазып шықтық міне.